Қайырлы күн, достар. Бүгін үй жағдайында халва жасаймыз. Халва өте қарапайым дайындалады, және рецепті ұн да май да қажет емес. Күнбағыс дәнінде май жеткілікті. Бұл рецепт бойынша дайындалған халва дүкеннен сатып алған халваның дәміне ұқсайды. Бізге 400 граммдай күнбағыс дәні қажет. Дәнді қызып тұрған табаға салып, жеңіл қуырып аламыз. Есте сақтайтын маңызды мәселе, дәнді шамадан тыс қызартып қоймаңыз. Олай болған жағдайда өнімнің дәмі де түсі де өзгеруі мүмкін. Кішкене сарғыш тартқан кезде алып, салқындатып аламыз. Содан соң блендерге салып ұнтақтаймыз. Ұнтақталған дәнімізді тереңде ыдысқа салу керек. Осы кезде бір жұмыртқаның ағын алып, 3 қасықтай қантты біртіндеп салып отырып, миксермен қоюланғанша араластырамыз. Төңкергенде жерге түспейтіндей қою болу керек. Ұнтақталған дәнімізге 2 қасықтай бал қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін араластырып алған жұмыртқа мен қантымызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. Кез келген формаға салып, бетін жауып, тоңазытқышқа саламыз. Халуамыз дайын, өте нәзік, қош иісті. Дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Сізге осы шығыс тәттісін өз қолыңызбен дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.